on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, fine. Тренировка бітті. Мана бір аға келіп сұрайды. Кеше бірдеңе түсірдіңдер ғой, не ол не түсірдіңдер дейді. Біз сол ютубқа отчет ретінде осылай түсіріп жатырмыз. Фотосессия дейді. Жоқ, видео. Не үшін? Басқаларға мотивация болсын дедім. В общем, бір корея жігіт қой, сөйле таңертең тұрады. Жігіт бе сенде атау ғой, алып жігітсе. Кореядан келген ба, әйелді бар, әйелді шығып тұрады. Так, ол екі жұтты неге айтып жатырмын да. Олар қазірде таңертең шығып дамып жатыр, медитация істейді, йога істейді. Енен қараңдар. Ол бір-бірін қалай жолықтырды. Екеуі примерно даму үстінде болды, екеуі жолықтырды. Түсіндіңдер ма? Логика фишкасын. Если сен үйде жата беретін болсаң, или сен қыз болып үйлен шаруасын істемейтін болсаң, дамымасаң, ол үйді шаруасы ясны ғой, ал кітап оқып вообще жан-жақты болмасаң, сен ертеңде күйеуіңде сондай болады да, и саған айқай-шу көп болады. Не үшін? Потому что ол көргенсіз дегенде, көргенсіз ғой енді, көргенсіз деген, яғни өмірде аздат көрген, жүрегі жабық, көз жабық. Сол үшін сен сондай адамға жолықпау мүмкінсің да, сен сондайға жолықпау үшін сен өзің дами бересің. Сен өзің дамыған сайын, в любом случае сен астыраға төмендегі деңгейге адамға жолықпайсың. Сол үшін өзіңді дамыта бер, и сондай дамыған сайын, сен өзің планка жоғарыған сайын, сенің кездестіретін адамың, сенің қасынан дос болатын адамың планкасы өседі, и сен сол адаммен кездесесің, который ауылда тек қана қатын үйде отырады, ұрам, сабайым, ішіп келеді, ондай болса, это ненормально. Сол үшін сен всегда даму керексің. Дамыған сайын сенің астында планкадан жоғарылайды. Так что давайте дамыңдар до конца. Қайда баратыр? Біз қазір жиналыс болғанда қалай запуск жасау үшін. Біз минустар жабамыз. Минустар бар, минустар жабу керек. Ол үшін анализ жасаймыз. Қанша не нәрсе болды, қанша адам көрді рекламаны басты, сатып алған жоқ, неге сатып алған жоқ деген сияқты. Сондай анализ жасаймыз. Анализді минустардың бәрін жабамыз, қай жер слабый болып тұр. И тағы бір жасаймыз. Маған былай түсірген ұнап қалды. Болды бүкіл осылай түсіріп. Әдем көріп тұр, не ол? Әдем жатыр. Бұл челлендждің 54-ші күнінде адамдар. 54-ші күнде сендер де осылай қаласыңдар. Живой. Жүрек соқтыр естіңдер. В общем, челленджді бастағандар, апатияған абайландар. Да, қазір көбі сандай ғой, бізде жастар. Продюсерлікке жаңа келіп жатыр да. Бірақ состояние көтеру керек, Луи-Виттоннан киім киіп керек. Болса комфортпен жүру керек дейді да. Бірақ мамасы ақша сатып жатыр да оны. Мамасы ақша істемеңдер, өздері ақша табыңдар бірінші. Потом соны бизнесқа астана жүріп жасаңдар да, сендер бар ақшаға өмір сүруіңе, комфортта жүресің, ақша көп келмес. Бірінші комфортқа жетіп алыңдар. Соған. Потом нетіңдер. Сразу бақытпай сияқты ойбай деп сөйтпеңдер, елтермеңдер, ол не айтты оны жаса. Шама өзің фильтр жасаңдар. Айтқан нәрсені жасай бермей. Фильтр дегенде, так, мен жағдайым келе ма? Мен осындай семьядан шықтым. Мен батям жоқ, или анау жоқ. Маған бермейді деп ойланыңдар да. Сосын бар, ада сендер ақшаны саласыңдар, киім киесіңдер, бұл маған состояние, анау футболка, анау дейсіңдер да. Бірақ нәтиже болмай қала ма? Сынып қаласың, потому что сендерде запас жоқ. Финансы запас жоқ сіздерде. Бұл ақшаны бәрін такси құртсаңдар, комфорт таксиді. Просто Toyota Camry мен Bentleyмен жүріңдер, болды. Ол не кайт, ол временный уақыт, временный. Сол үшін сендер іштей просто не үшін екен жауап беріңдер, болды. Сонда сен алыспай қарасың. Қазір біз бір кездесуге барадық. Ол кездесуде біз жасап жатқан вебинарлардың аптасына уже 3-4 рет болып жатыр ғой. Соның 3-4 рет болып жатқандарын анализ жасап жатырық та, анализ жасаймыз. Неше адам кірді, неше адам статистика қалай түсіп жатыр ма, өсіп жатыр па? Соның барлығын бүкіл сандардың бәрін жазамыз. Неше адам кірді, неше адам көрді. В общем, өзім продюсерский жұмыстарды атқаруға кетіп бара жатырмын. Мынаны қараңдар, қандай әдемі. Бұйырса ойса қылыш беріп жатырмыз. Бұйырса қылыш беріп жатырмыз. I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else да біз кездесуден шықтық 3 сағат отырдық ана жерде деген әңгіме айта алмаймын все равно әр кездесу әр адам бостан босаған келген жоқ сені өсіру үшін келді в любом случае даже сені ренжітсе де сені трап қылып тастаса да не істесе де сені өсіруге келген адам
любой адам сөйтіп қабылдаңдар. И әңгіме осындай болды. Бұйырса осы примерно алдағы уақыттарда бөлісетін боламын сияқты әңгімелермен, иә. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll my hand, I got a plan, I'm gonna hit it, I'll be a better and better than anybody else. Бүгінгі күннің инсайты, если сен алдыңа мақсат қойған кезде осылай бір айда миллион теңге табам десең, сен миллион теңге табатындай идеялар іздеткенсің, кажется. Соған байланысты, если миллионға достойный идеяларды сен ізденесің, табу керек қой саған да. Солар сен іздеп бастайсың, соған қатысты идеялар, сол миллионға тұратын идеялар табасың. А если сен айтсаң, осы сентябрьде Camry 50-ка аламын десең да, допустим, 8 миллион теңге, сен сол кезде 8 миллион теңге ойлайсың. Түсініп тұрсың ба идеясын? Когда сен цель қоймасаң, сен ешқандай алға жылжымайсың, просто тупо жасай бересің. А когда сен маған 30 миллион теңге керек, осы ноябрьде үй алам, үй алу үшін маған 30 миллион теңге керек та. 30 миллион теңгені бөліп тастайсың, есінде уже 30 миллион миыңа сигнал бересің. Миға беріп қойсаң, ол любой нәрсені табады. Сосын берсең, сен сол нәрсені, сол 30 миллион теңгені миың уже біледі, қалай табам. Так, мына проектте осынша, мына проектте қанша продажа болу керек деп уже ойланасың, түсіндің ба? А если сен қоймасаң, маған осындай керек деп қоймасаң, сен миың ол туралы ойланбайды. Просто миға загрузка беріп қой. Мынаны ойлана берші деп. И ол ойланып жүре береді, түсіндің ба? Осы мықты инсайт болды. Декомпозиция деген нәрсе бар. Ол когда сол цельдер бөлесің, недесің да, допустим, бір вебинарға қатысамыз, бір курсқа да, сол курсқа қатысқан кезде маған айтасың, осы проектте мен 20 миллион теңге шығарамын. Оборот жасаймын да. Ол үшін неше продажа болу керек. Түк бәрін жазып қоясың, и понятно болады, и миың уже жұмыс істеп бастайды. Так, бізге осынша клиент алып келу керек дейсің да, соны туралы ойлап бастайсың. И сол туралы уже креативтер қайдан алып келу керек, надан блогерларды бәрін қосасың. Түсіндірсің ба? Вот сондай нәрседе любой нәрсені еткен кезде, баста айтқан кезде сразу цель қой, маған осынша керек. Сол үшін мен не істеймін? Допустим, сен если репетитор болсаң, осынша сағат, осынша оқып жүретсем, осындай болады деген сияқты. Любой нәрсе бастағанда не мелкий шарттарға бөліп тастайсың, и сол кезде сен миыңа түсініп болады да. А то 30 миллион ноябрьда десең, это невозможно сияқты болады да. А когда сен бөліп тастайсың, декомпозиция деп айтылады оның барлығы. Сол кезде сен миыңа понятно болады да, это возможно, оказывается, деген сияқты. Сол үшін бүгінгі күн инсайт сол нәрсе. Сол үшін любой бастаманы челленджда біз таңдадық қой нелерді, пункттарды, и соның барлығы шаг за шагом. Сол нәрсені жайлап, как будто 85 күн бойы невозможно сияқты, когда жасап бастайсың, бөліп тастайсың это күндерге да, это уже возможно. Вот. Так что давайте топите бүгін екінші күн, ертеңгі үшінші күнге кездескенше, давайте молодцы, топите до конца, оқыңдар, дамыңдар, результатты көп ұзамай көріп көресіздер. So watch me